Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән, жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқтығына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның құлы әрі елшісі екендігіне барлығымыз куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымыздың отбасына, әулетіне, сахабаларына, оның жолынан ихсанмен ерген үмметі Мұхаммедке Алла Тағаланың рахмын, берекесін, бүкіл сәттілік, жақсылықтарын тілейміз. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Мінекей бүгін Саййидул Айяма Хаджул Масакин болған күндердің ең хайырлысы және міскіндердің қарсылығы болған жұма күнінде барлығымыз бас қосудамыз. Алла Тағала кімнің қандай ниеті болса, соның хайырлысымен нәсіп етсін. Қарызы барлығы қарыздан тез арада шығып кетуін нәсіп етсін. Кімнің қандай қиыншылығы болса тез арада кеткізсін. Бүгінгі тақырып, құрметті жамағат, мынау көре алмаушылық, хасад жайында келген. Енді білесіздер, бұл хасад, көре алмаушылық дегеннің қандай түсіндіруге болады, мұның дәрежелері болады. Мысалға, бір көршіңіз немесе бір туысқаныңыз бірдеңке сатып алды, сіздің ішіңізде жаңағыдай бір кішкене бір қызғаныш пайда болды. Бұл көре алмаушылықтың бірінші дәрежесі. Кейін бұл дертті емдемесе адам, бұл өсе береді. Бұл дертті сразу емдеу керек. Қалай емдейміз? Дұғамен, истихфар. Пайғамбар сөзі хадисте айтқандай, кімдеген хасад қылатын болса, фастағфирху, бірден истихфар айтсын дейді. Астағфирулла, мен не ойлап кетті өзім, мен қандай тақырыпқа кіріп кетті мен өзім. Я Раббым, сондай бір ұнамсыз көріністе болып қалдым ба деп Алладан кешірім сұрасын дейді. Мысалға бір мүмин бауырыңыз жақсы бір нәрсе сатып алды, немесе бір үй сатып алды, бір машина сатып алды. Сіз оның қуанышымен қуана алмасаңыз, сіз шынайы мұсылман емессіз. Пайғамбар дейді, шынайы мұсылман дейді, өзіне қалаған нәрсесін бауырына қалайтын мұсылман дейді. Қараңыз. Егер сіз өзіңізге қалайтын нәрсені мұсылман бауырыңызға қаламасаңыз, сіз онда шынайы не емессіз, мұсылман емессіз. Жаңа бірінші дәрежесі, сізде ішіңізде кішкене бір не болды, бір қызғаныш туындады. Бұл дертті дереу емдеу керек. Дереу басты сәждеге қойып, Раббым мені кешіре көр. Бұдан былай бұндай нәрсе істемеуге тырысам деп, жаңа астағфируллахтар айтып, тахаджудта дұға етіп, бұл дертті емдемесе, бұл өсе береді. Бұл жоғарылайды, кейін екінші дәрежесіне шығады. Қандай болады ол? Неге оған болады ол? Неге маған болмайды деген нәрсеге алып келеді. Бұл не туындырып атыр? Бұл адам шүкіршіліктен шықты деген сөз. Шүкіршілік шекарасына шықты. Алланың берген нығметтеріне шүкіршілік ету деген шекарадан шықты. Неге ол адамда бар, неге менде жоқ? Пайғамбарымыз не дейді? Сенен бір жоғары адамның үйіне барсаңыздар, дереу өзіңізден төмен бір адамның үйіне барып, немесе оның есігінің алдынан өтіп кет дейді. Не үшін бұлай деп айтып жатыр? Анаған қарап кішкене шүкіршілдік не қыласыз да, мысалға. Менен де төмен, жағдай төмен адамдар бар екен. Қой, астағфирулла, мен не ойлап кетті өзім? Раббым мені кешіре көр, сондай бір ұнамсыз бір нәрседе болып қалдым ба мен деген сияқты дереу жаңағындай истихфарларды айтпаса, бұл емделмейді бұл нәрсе. Кейін үшінші дәрежесі, ол адамда болмасын, тек менде болсын. Бұл шайтанның несі уже. Шайтан іблис не деді? Адам алейхиссаламды адам атан жаратқан кезде, адам атан балшықтан жаратты. Шайтан оттан. Тәкаппарлады шайтан. Ана хайрун минху дейді. Мен одан хайырлымын. Келісе алмай тұрда кім-кімнен хайырлы екен. Халақтаху мин нарин, ва халақтаху мин тин. Оны балшықтан жараттым, мен оттан жараттым. Ол балшық деген не ол оттың қасында? Демек, қарайтын болсақ, бұл хасад деген қаяқтан пайда болған екен? Адамзат жаратылысынан бастап шайтанның амалы екен бұл. Тәкаппарлық пен хасад, көре алмаушылық.
қызғаныш. Сондықтан пайғамбарымыз хадисте айтады: "Иякум уал хасад". Көре алмаушылықтан сақтаныңдар, абай болыңдаршы үмметім. Көре алмаушылықтан абай болыңдаршы. Фа иннал хасад якулул хасанат кама такулун нару хасанат дейді. Кама такулун нару хатаб, астағфирулла. Өйткені көре алмаушылық не нәрсе бұл? Бұл көре алмаушылық сондай нәрсе, ана от жанып тұрған кезде отынды қалай жағып жібереді? Көре алмаушылық та сіздердің амалдарыңыз солай жойып жібереді екен. Сіз мысалы 5 уақыт намаз оқып жүрсіз, ораза ұстап жүрсіз, бірақ сондай бір дерт бар ішіңізде. Оны емдемесеңіз, ананың бәрі босқа кетіп жатыр деген сөз. Сонда құрмет жамаат, былай қарайтын болсақ, пайғамбарымыздың мынандай хадистері бар. Қараңыздар, қызық, иә? Мысалы 5 уақыт намаз парыз, 1 ай ораза парыз, зекет беру парыз, қажылық парыз, иман келтіру парыз. Соған ұқсас күллі амалдар бар мысалға. Енді мынандай хадистер бар. Пайғамбарымыз айтады: "Ла тадхулул наммаму жанната" дейді. Мысалға, өсекші жәннатқа кірмейді дейді. Қараңыздар. Бірден айта салады пайғамбарымыз. Сонда қалай? Менің 5 уақыт намазым бар, 1 ай оразам бар, қажылыққа барып келгенмін мен, садақаларымды жасап жүрмін. Қалай түсінуге болды сонда? Бірақ өсек айтып жүрмін. Сонда ананың бәрі бос деген сөз бар. Сол кезде былай түсінеді. Негізінде дейді, сіздің 5 уақыт намазыңыз, сізге берілген 1 ай оразаңыз, беріп жатқан зекет садақаларыңыз, барып келген қажылық амалдарыңыз сізді жақсы мұсылман етіп тәрбиелеу үшін берілген екен негізінде. Сол үшін айтпаған пайғамбарымыз: "Әл-муслиму мән", пайғамбарымыз сұрайды, муслим кім білесіңдер? Мұсылман адам кім дейді. Пайғамбар сахабалардан сұрайды. Сахабалар өз біледі енді, бірақ Аллаху ва расулуху а'лам дейді. Алла және оның елші жақсырақ біледі дейді сахабалар. Ал бізге сұраса біз айтып береміз оны сразу. Мұсылман былай деп жақандай. Бірақ сахабалардың әдебін қараңызшы. Алла және елші жақсырақ біледі. Неге? Пайғамбарымыздан тағы бірдеңе білу қалап тұр да. Пайғамбарымыз айтсын тағы бір нәрсе үйренейік деген әдеп. Сол кезде пайғамбарымыз мынандай нәрсені айтады: "Әл-муслиму мән салимал муслимуна мин нисаниhi ва ядихи". Шынайы мұсылман ол 5 уақыт намазда жүрген, 1 ай оразасын ұстап жүрген мұсылман емес. Шынайы мұсылман адамдар оның тілінен және қолынан пайда көретін мұсылман дейді. Қараңыз. Демек сіздің 5 уақыт намазыңыз, 1 ай оразаңыз сізді шынайы мұсылман етіп тәрбиелеп үшін берілген. Егер сіз 5 уақыт намазда жүрсеңіз, 1 ай оразада жүрсеңіз, бірақ әркімді боқтайсыз, өсек айтасыз, ғайбат айтасыз, адамдар сіздің тіліңізден жаңағыдай зиян көріп жатыр. Немесе қолыңыздан зиян көріп жатыр. Онда сіз жаңағыдай шынайы мұсылмандыққа әлі бармағансыз деген сөз. Соның пайғамбарымыз ең жемісін айтып жатыр да, ол шынайы мұсылман қандай екен? Адамдар оның қолынан, тілінен пайда көретін мұсылман дейді. Қараңыз. Пайдалысыз. Бірдеңке беріп кетесіз. Немесе ештеңеңіз жоқ па? Біреудің шарбағын жасап кетесіз, біреуге көмектесіп кетесіз, біреудің көмірін түсіріп бересіз, біреудің жаңа стяжкасын құйып бересіз. Немесе жаңа сөзбен өсек айтпайсыз. Пайғамбарымыз не дейді? "Мән кана юъмину биллахи ва яумил ахир", кімде-кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірген болса, фәлияқул хайран, онда пайдалы нәрсені сөйлесін дейді. Әулие яскут, пайдалы нәрсені сөйлей алмайсыз ба? Онда үндемесін дейді. Үндемеңіз. Пайдалы нәрсе шықпаса, мынаны ашпай қоя салу керек негізі. Көрдіңіз ба қандай нәрсені айтып жатыр? Шынайы мұсылман бұл адамдар тілінен және қолынан пайда көретін мұсылман дейді. Енді кейін тағы сұрайды. Мүмин кім дейді? Мүмин адам, мүмин кім дейді? Сахабалар Аллаху ва расулуху а'лам дейді. Алла және оның елшісі жақсырақ біледі дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Әл-мүмину мән әминахун насу мин амвалихим ва анфусихим". Шынайы мүмин адам, адамдар оған өзінің мал дүниесін және өзіні аманат тапсыра алатын дейді. Қараңыз. Бізде сондай кәсіп кетіп қалды ондай нәрсе. Біреуге мысалы аманат апарып беруге қорқасың. Қиянат жасап қоя ма деп.
Шынайы мүминдің дәрежесі қандай екен? Сізге адамдар жаңағыдай ешқандай ойланбастан сізге келіп өзінің мал дүниесін аманат тапсыра ала ма? Сізге өзінің жанын аманат тапсыра ала ма? Міне шынайы мүмин. Пайғамбар 5 уақыт намаз оқыған, жаңағыдай ұрлық жасамаған, бір ай күніне ораза ұстап, олай нәрсе айтып отқан жоқ. Шынайы мұсылман бұл адамдар сіздің тіліңізден және қолыңыздан пайда көретін мұсылман. Шынайы мүмин адамдар сізге малын және өзін аманатқа тапсыра алады дейді. Яғни мына ғибадаттардың ең түбірі өзегі не екен? Жаңағы амалдарға қол жеткізу екен. Жаңа көре алмаушылық мысалға. Бұндай нәрселерден, бұндай мінездерден арылу керек. Жаңа пайғамбарымыз айтқандай мысалға, иннал хасад якулул хасанат. Өйткені көре алмаушылық, қызғаншақтық бұл амалдарды жояды. Қандай жояды? Отынды қандай жағатын болса, сіздің амалдарыңыз сондай жойып жібереді дейді. Тағы бір хадисте айтады пайғамбарымыз. Ла табағаду дейді. Бір-бірлеріңді жек көрмеңдер дейді. Бір-бірлерін жек көріп, жаман көріп, ол кезінде маған сондай нәрсе істеген, мен қарыз сұраған кезде қарыз бермеген маған. Немесе осындай бір нелік жасап кеткен. Бір-бірлеріңді жек көрмеңдер. Уәлә тахасаду. Бір-бірлеріңді қызғанмаңдар. Көре алмаушылық деген жаман мінезден арылыңдар. Уәлә тадабару. Және бір-бірлеріңнің жаңағыдай ренжіп, арқаларыңды не қылып, қойшы, ол мен араласпаймын, мен ол дұрыс адам емес деген сияқты ондай нәрсе жасамаңдар дейді. Уәкәну ибадаллах. Барлықтарың Алланың құлысыңдар дейді пайғамбарымыз. Барлығымыз Алланың құлымыз. Барлығымыз мұсылманбыз. Бұндай нәрселер жоқ, керек емес. Енді дейді, «Вәлә яхиллу лил муслими ан яхджура ахаху фауқа талатати айям». Мұсылман мен мұсылман бір-біріне 3 күннен артық ренжіп жүру халал емес дейді пайғамбарымыз. Сіз бір мұсылманға 3 күннен артық ренжи алмайсыз, хақыңыз жоқ. Ахмад ибн Хамбалдың Муснад хадисінде келеді. Аммар бин Ясир мен Халид ибн Валид арасында бір сөз болып қалады. Аммар бин Ясир ол өте қиыншылық көрген сахаба. Жаңа әкесін Мәкка мүшриктері көз алдында өлтіріп тастайды. Анасын найза тығып өлтіреді мысалға анасына. Аммар бин Ясир ол қаншама қиыншылықтар келіп көріп келе жатқан сахаба ғой. Халид ибн Валид білесіздер батыр сахаба ол. Халид ибн Валид. Екеуінің арасында сөз болып қалады. Сол кезде Аммар пайғамбарымызға барып айтады жаңағы. Халид маған қатты батырып айтып жіберді дейді. Өткізіп жіберді дейді жаңағы сүйегімнен. Қараңыз ба, исламда андай бір айтып бару деген нәрсе не емес екен? Бір жаман нәрсе емес екен. Жетекшіні айтып бару керек та бұл нәрсе. Өйткені біздің арамызға қазір шайтан нені салып қойған? Айтпа. Айтсаң сен қазір не боласың жаңағы. Сен айтып барын деп абырой, ондай қараса шайтан қандай нәрсені кіргізіп қойған да арамызға. Сен анау бұзақылық, жаман бір мінез жалғаса беру үшін айтпау керексің да. Бұл түзелмейді ол. Ал енді Хасан мен Аммар не деп жатыр? Аммар бин Ясир жаңа пайғамбарымызға мен айттым дейді. Осындай Халид ибн Валид маған қатты батырып айтып жіберді дейді. Сол кезде Халид ибн Валид риуаят етіп жатыр мына хадисті. Мен де бардым дейді пайғамбарымыздың қасына. Аммар бин Ясир мен жайында айтып жатқан екен, қатты ішімде жаңағыдай ренжіп кернеп бара жатқан еді дейді. Пайғамбарымыз үндемей отырды дейді. Кейін біткеннен кейін басын көтерді дейді, қараңыз қандай нәрсе айтып отыр. Мән ада Аммаран адахуллах дейді. Кім Аммарға қас болса, Алла оған қас болсын дейді. Қандай сөз? Қорқатын сөз да. Кім Аммарға қас болса, Алла оған қас болсын дейді. Уәмән әбғада Аммаран әбғадахуллах. Кім Аммарды ренжітсе, Алла оны ренжітсін дейді. Сол кезде Халид бин Валид ана сөзді естігеннен кейін өзі риуаят етіп отыр мына хадисті. Бүкіл нәрсені ұмыттым дейді. Тек қана жүрегімде бір-ақ нәрсе бар еді дейді. Аммардан кешірім сұрау дейді. Барып Аммардан кешірім сұрап, разы болып, көңілім тыныштық тапты дейді. Біз бір-бірімізге сондаймыз ба?
Biz bir-birimizге arzon bo'lsak, bizni kim hurmatlaydi, qaytib hurmatlaymiz biz. Bir-birimizga qimmat bo'lu kerak bizda, masalan. Ta'bir hadis Qudsida aytadi. Alloh taolo aytib erkin qiyomatda sot bo'ladi. Sot. O sot kunini unutmau kerak. Ne uchun? Alloh taolo sol uchun bizni sot kunini unutmau uchun bu oyatni Fatiha surasida qo'yib qo'ygan. Har namozni har rakatda o'qiymiz biz. Maliki yawmiddin degan sot kunining egasi deydi Alloh taolo. Sot bo'ladi. Hech qanday to'sqanlik, baylanish, advokat bo'lmaydi o yerda. Alloh taolo sheshadi sotni. Maliki yawmiddin degan oyat o'sha uchun qo'yilgan. Har namozda qaytalaymiz biz. Sot kunining egasi bo'lgan Rabbim. Alloh taolo aytar ekan: "Anal malik, men podshoman." Ba'alari jilab turib qiyomatda. Va anadayyan, men har kimning kegin haqsini olib beraman bugun. Qaranglar. Alloh payg'ambar hadis qilib aytadi. "Ma min ahadin min ahli an-nar va indahu li ahadin min ahli al-jannati haqqun faqussu minhu." Tozaqqa kiruvchilarning hech qaysisi tozaqqa kirmaydi. Agar tozaqqa kiruvchining haqqi jannatga kiruvchining mo'yinda ketib qolsa, ana kafirning haqqini olib bermaguncha men ana tozaqqa kirgizmayman deydi. Qarang. Musulmonlar aytayotgan yo'q. Sizning haqqingiz bir kafirning mo'yinda ketib qolgan bo'lsa, ana kafir ertang sizdan haqqini olmagancha ana tozaqqa kirgizmayman deydi Alloh taolo. Sizdan haqqini olib, keyin borib kiradi. Sol кезде Sulayb sahabalar, "Ya Rasululloh, Allohning elchisi, qanday bo'ladi bu kuni?" degan кезде bilesizlar, o kuni adam tek yaxshilik bilan jamoatlik bilan keladi. Sol ikkovidan beriladi deydi. Agar yaxshilik yo'q bo'lsa, sizga jamoatni tasdiq qilib beradi mo'yningizga. Ne so'ndan payg'ambarimiz ne deyapti? Bir-birlaringni jeb ko'rmanglar, bir-birlaringga renjimanglar, bir-birlaringni qizg'anchilik, ko'rolmovchilik minezini aralinglar. Musulmon odamga bir-birimen 3 kundan asa renjib yurib, o halal emas deydi. Alloh taolo ertang payg'ambarimiz buna ummetin barlig'ini birdek ko'rgisi keladi. So'ndan biz so'g'at atsalishimiz kerak-da. Buna basti qo'suga tursa kerak-da musulmonlarda. Jami o'rtaga alovuzlik solib, bir har turli fitnalarni solib yuradilar bor misollar. Boshqa bir tangdolmaydigan fatvolarni chiqarib, musulmonlarning arasini bo'lib misolga keyin odamlar сөйтib yur, jasanda odamlar. Ertang payg'ambarimiz buna ummetin barlig'ini ne qilib ko'rgisi kerak, birdek ko'rgisi kerak. O'sha uchun turish kerak. O'sha uchun o'sha yo'lda atsalsu kerak. Bir bo'lu kerak. Mine payg'ambarimiz tag'ida bir hadisni aytadi. O'sha hadisni aytamda bitirib vaqt bo'ldi. Yaxshilab tingdab olaylik, qaranglar. Payg'ambarimiz endi biladi ummetning qanday ekanini. Talatun lazimatun li ummati. Mana 3 qasiyat mening ummetimde jabısib yuradi. Hech ketmaydi dedi o'sha ummetdan. 3 qasiyat. Qanday qasiyat ekan o? Birinchisi at-tiyaratu deydi. Aram jasov. Aram ana sıfırga tik tursa aram qo'yib, jasib qo'yib, tuz chashib aram jasov o'sha qasiyatdan o'sha qasiyat yuradi deydi mening ummetimde. Boshqa bir hadisda aytadi, qarangizlar. Aram turali ne deydi? Laysa minna. Bizden emas. Mening ummetimga qattiq yo'q. Kim? Man tatayyara. Aram jasaydinda. Aw tutayyira lahu. Nemesi mana masalada qanday aram bor, ko'p bera olasizmi? deb borganda mening ummetimga qattiq yo'q deydi payg'ambarimiz. Aw takahhana. Ko'rib keldik jasasa. Talashu deymiz qo'y misol. Ko'rib keldik. Avtukuhina lahu. Nemese mana masalada qanday bo'lar ekan deb ko'rib kelga borsa deydi. Aw sahara. Nemese sihr jasasa. Sihr bor haq bu narsa, biroq harom. Bor bu narsa. Aw suhira lahu. Nemese birovga sihr jasatuga borsa deydi. Qaranglar, o bizning ummetdan emas, bizning ummet bilan baylanishi yo'q bu odamning. Yani ne deyapti? Man ata kahinan
Fasaddiqhu bima yaqul. Kimde-kim bir ko'ripkelga barib, ko'ripkel olgan mına mesele mınanday deb aytsa deydi. Fasaddiqhu, durus ayttың, negizi ya, sonday ekan deb aytsa deydi. Faqat kafara bima unzila ala Muhammadin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge осы пайғамбарымызға түсірілген мына Құран кәрімге кәпір болды дейді, мойындамай. Сондықтан бұл нәрсені алдын алу керек, ырым жасау. Ол пайғамбарымыз заманында да болған. Жаңа бір адамдар жолға шығатын кезде сондай нәрсе кітаптарда келеді. Жаңа құстардың қасына барда дейді, үркітіп қалды дейді да жаңа құстар. Ана құстар оңға ұшса, сапарға шыға берді. Солға ұшса, сапарға шықпай қойды. Не бұл? Күнімізде де бар сондайлар мысалы. Ана адамзат Алла Тағаланы танымағаннан кейін кетіп қалып жатады осындай нәрселерге. Алладан ғана зиян келеді сізге. Алладан ғана пайда келеді. Басқа нәрсені басқа жақтан күтпеңіз. Алла қалаған зиян келеді. Қаламаған зиян келмейді сізге. Міне жаңа хадисті бітіріп жіберейік. Үмметтің үш несі мінезі бар екен, бұл менің үмметіме жүретін. Біріншісі ырым жасау. Уәл-хасад, көре алмаушылық, бір-бірін қызғанып жүреді. Ана бір жақсы машина алып қалса, түніне барып ұйықтай алмай, ауқат шай, тамағынан өтпей, анау қандай нәрсеге алып екен, я? Мен білу үшін ондай айлыққа алып болмайды негізі андай нәрсені. Осындай нәрсені есептеп жүретіндер бар. Уәсуұздам, міне тағы айтып жатыр, одан кейін жаман ой. Жаман ой. Осы үш қасиет менің үмметімде жүреді дейді. Алла Тағала баршамызды осы жаман қасиеттерден арылтырсын. Алла Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Уахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.